Сыр еліне жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасы қарулы күштері бас штабы ұйымдастыру жұмылдыру департаменті бастығының орынбасары Рустам Акбаров келді. Мақсат жергілікті әскери басқару органдарының басшылық құрамымен оқу-жаттығу жиындарын дайындау болды. Ақпараттық түсіндіру сипатындағы іс-шара Қызылорда облысы қорғаныс істері жөніндегі департаменті мен басқармасы жеке құрамның саптық байқауын тексерумен басталды. Оқу-жаттығу жиынның өту жоспары мен мақсаты жеткізілді. Арнайы сұхбаттасулар болып, сауалнамалар өткізілді. Және әскери қызметшілердің шағымдары мен өтініштері қаралды. Сонымен қатар полковник Рустам Акбаров Қызылорда облыстық жиын пунктінде болып, ондағы жасақтау басқармасының қызмет барысымен танысты. Жатақхана, асхана және психологиялық тест қабылдау бөлмелерін аралап, күзгі шақырылым бойынша жұмыс атқарып жатқан медицина қызметкерлерімен кездесті. Тексерістің негізгі мақсаты жергілікті әскери басқару органдарының қызметіне баға беру, 2022 жылға көктемгі әскерге шақыру науқанын қорытындылау және алдағы әскерге шақыру науқанын ұйымдастыру мен әскери қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Тексеріс барысында азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыруда жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру, жұмыстарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау мәселелері талқыланды. Бүгінгі таңда біз Қызылорда гарнизонында орналасқан қорғаныс істері жөніндегі департаментпен жұмыспен келіп отырмыз. Бүгінгі біздің жұмысымыз таңғы саптық алаңда жеке құрамны саптық тексеруден басталып, одан әрі қазіргі әкімшілік ғимаратында жергілікті атқарушы органдармен жұмыс жалғасатын болады. Сонымен қатар бүгінгі жоспар көзделгендей, бүгін біз жеке құраммен сауалнамалар жүргіземіз. Тағы да сауалнамадан бөлек осы жергілікті әскери басқару органдарының жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылы бойынша жұмыстар жүргізетін болады. Сонымен қатар департамент жеке құрамымен олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру мақсатында сабақтар қосымша жүргізілетін болады.